Қуанған пенде көрсек жүзі ашық, бақытты деп ойымыз ойдан асып, қасына жақын барып жанын ұқсаң, көңіл түсіп қалармыз бірден жазып. Пенде көнер, көнбегенде қайтер енді, мұңын шағып өмірге айтар нені. Біреулердің болса да аналары, асқар таулы жоқ екен әкелері. Ажал қармақ көңілге қарамайтын, жандар кетті жүректі жаралайтын. Бәрі түгел деп жүрген көп пенденің аналары жоқ екен аялайтын. Қайғы бүккен аз емес жанарларды, талайлардың бұл ажал жанын алды. Көріп жүрміз ата-анасы бірдей кеткен, тас жетімге айналған балаларды. Қарай берсең адамның аласы көп, жазылмайтын жүрегінде жарасы көп. Кей пенденің әкесі мен анасы бар, құрсағынан өніп өскен баласы жоқ. Бұл өмірдің сынағына налыма көп. Шүкір деңдер, шүкірлінің жаны да тоқ. Bir жандар жұптарымен қосылуда, ал біреудің сүйікті жары да жоқ. Осы екен ау өмірдің ақ қарасы. Ал біреудің бар екен көп баласы, балдарын қондыратын жері де жоқ. Себебі қондыратын жоқ панасы. Бірінің байлығы да ақшасы бар, әке шеше бауыры басқасы бар. Байлығының пайдасы керегі жоқ. Туылғаннан өмірде болғасын сал. Бұл өлеңде жаралған жандар ұғар. Әлі талай алда жақсы күндер туар. Сабырлық қыл, бәрінің де қайғысы бар. Бір кем дүние дегенің осы шығар.